Қарсы алдыңызда тұрған адамның қандай жан екенін сөйлеген сөзінен, жүрісінен тануға болады. Алайда адам туралы ең көп мәліметті көзі береді. Көз адамның ішкі жан дүниесінің айнасы деп текке айтпаған. Олай болса, көздің түсіне қарап адам мінезін анықтап көрейік. Көк түсті көздің иесі. Олар өте эмоционалды, сезімтал, романтик жандар. Олардың не ойлап тұрғанын анықтау мүмкін емес. Әрдайым әділдікті жақтайды. Қулығы да жоқ емес. Кемшілігі деп тәкаппарлығын айтуға болады. Қоңыр көздің иесі. Табиғатынан сезімтал, өте ақылды, тартымды келеді. Бұлар өте темпераментті адамдар. Адамға тез ренжіп, ренішін жүзінен байқатып, артынша жылдам ұмытып кетеді. Кемшілігі деп қырсықтығын айтуға болады. Астролог мамандар қоңыр көзді адамдардың ашық жарқын келетіндігін, кез келген адаммен жылдам тіл табысатындығын айтады. Жасыл көздің иесі. Нағыз нәзік жандар. Таңдаған жандарына әрдайым адал болып шын сүйеді. Серігін өте жақсы тыңдайды. Үнемі ұтымды пікір айтады. Өздері басқарып отырған кез келген істі мінсіз етіп орындайды. Сұр көздің иесі. Ақылды және шешімді дұрыс қабылдаушы. Қиындыққа тап болса, қашпай бірден шешімін табуға кіріседі. Тек ақылына ғана сенеді. Қара көздердің иесі. Бойында күш-қуаты мол, өмірді ерекше сүйетін ынта жігері мықты жан. Мінезі бір қалыпты деп айтуға келмейді. Мұндай адамдарды алған бетінен қайтару мүмкін емес. Және ешкімде жолында кедергі бола алмайды. Олардың бұл қабілеті тек жеңіс қана емес, сонымен қатар асығыс шешім қабылдауға түрткі болып сәтсіздіктерге ұрындырады. Көгілдір көздің иесі. Жиі алдайды. Мақсатына берік болса да тым сентименталды. Олар адамның көз жасына қарамайды. Кейде қатты ашуланып, себепсіз күйзеліске бой алдырады. Көп жағдайда көгілдір көздің иесі сабырлы келеді. Ал сіздің көзіңіздің түсі қандай? Жоғарыда айтылған сипаттамаларға қаншалықты сай келеді? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.